Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Мен сіздерге Вьетнам жайлы ақпарат беріп кетейін. Егер осы жаққа саяхаттаймын дейтін болсаңыздар, егер сізде андай бір вариант болатын болса, Дубай или Вьетнам деген сияқты, онда міндетті түрде Вьетнамды таңдаңыздар. Дубайға да бару керек, өміріңізде бір рет болса да бару керек. Бірақ ол көбіне ауылда тұратын кісілерге қызық сияқты. Мен қалада тұратын кісілерге қаладан қалаға бару сәл қызықсыз болуы мүмкін. Ал мына жақта тропиктік сондай бір бұл жақта теңіз де бар, қалада бар, сондай бір базар сияқты сондай бір нелері бар, тропиктік аралдары бар, аң құстары бар, бәрі болғаннан кейін мына жақ енді әлдеқайда ана жақтан әлдеқайда жоғары екені мен көзім жетті. Одан бөлек бұл жақ өте арзан екен. Мысалы тур жағынан салыстыратын болсақ, енді Дубай 300 мың теңге болатын болса, мына жақ 400 мың теңгедей болуы мүмкін, 100 мың теңгедей артық. Бірақ қала өте арзан. Мысалы әйелім екеумізге осы күнге дейін бір 100 мың теңге ғана кетті, ойлаңызшы, 100 мың теңге ғана кетті әйелім екеумізге. Енді ертең кетемін дегенге дейін үйдегілерге зат аламыз, анау ауылдағыларға деп, соның бәрін қосқанда бір 200 мың теңге кететін шығар деген ойдамыз. Тамақтары бір 2 мың 3 мың теңге ғана кетеді. Палауы, мысалы жаңағы салат, чайпай, анау бәрін қосқанда сондай арзан. Одан бөлек жаңа Далат дегенге барып қайттық. Қаншама нелерді көріп, саяхаттап, тамағы бәрі тегін да, мысалы азында барып кеп. Соның өзінде мысалы әйелім екеумізге 30 мың теңге кетті, ойлаңызшы. Сондай бір күшті. Одан бөлек ана жақта ғана Пинкбьорн деген жаңағы аквапарк сияқты ма, қалай андай аттракциондар бар ғой, суда сырғанап бассейнге түсетін. Ол Дубайда примерно 2 адамға 140, 150 жалбыз ба сол жобада кеткен. Ал мына жақта 40 мың теңге ғана кетті екеумізге. Еще ана канатный дорога бар, андай канатный жолмен жүресінше. Неше түрлі күшті, өте арзан екен, өте керемет екен. Егер сізде осындай бір вариант болатын болса, Вьетнамға міндетті түрде келіңіздер. Ал енді тур агентствомен айналысатын кісілер болатын болса, Дубайға саяхаттауды үйретіп жатқан, сол жаққа шақырып жатқан кісілер, Вьетнамға қарай үйрететін болсаңыздар, вообще күшті болады сияқты. Өйткені мына жақ енді тренд болып жатқаннан кейін, шынымен мына жақ енді қатты қызық екен. Және де өзімде Вьетнамға келген себебім де бір жағынан қыдыру, екінші жағынан осы алдын ала зерттеп, Дубайға, осы Вьетнамға 2 адамға жолдама ойнатқым келген болатын. Алдында Дубайға барған кезде дәл солай болған. Дубайға бардым, ұнады. Ары қарай Дубайға 2 адамға жолдама ойнаттым. Оны Самбылдық кісі Бақыт деген кісі ұтып алды. Енді Вьетнамға келдім. Вьетнам маған вообще патолог ұнады. Мына жаққа келетін адам енді білмеймін, енді айта алмаймын ол кісінің қандай көңіл күйде қайтатынын. Енді мен мына жақ ұнады, значит мен бұл жаққа да 2 адамға жолдама ойнататын боламын. Шарттары белгілі, мына жерде төменге сілтеме қойып кетдім. Сол тегін сабаққа қатысып, соңына дейін көрген кісілер өзі түсінеді. Сол сабаққа қатысқандар кісілердің ішінде осы Вьетнамға 2 адамға жолдама ойнататын боламыз. Және де оны бір адам ұтатын болса, бір адам, мысалы мен ұттым, мен қасыма бір адамды алып бара аламын. Жұп қылып әдейі, мысалы бір адам болып баратын болса қызық емес болып қалуы мүмкін да, ал 2 адам болып баратын болса ол міндетті түрде қызық болады. Сол үшін де төмендегі сілтемеге өтіп Вьетнамға жолдаманы ұтып алыңыздар.